Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге Taobao арқылы бір тауарға тапсырыс беріп көреміз, иә. Оның үшін қазір тауардың аты жөнін жаңағы переводчик арқылы жазып алайық. Мысалы, маған қазір самокат керек болып отыр, яғни кішкентай балаларға арналған 5 жасқа дейінгі. Қазір мына қытайшаға ауыстырып, самокат деп орысшалап жазамыз. Самокат. Так, міне қытайшасын копировать етіп аламыз да, жаңа Taobao'ға кіреміз. Енді жоғарыда іздейтін жерге осыны вставить етеміз, жаңа жазуды. Сосын сарыны басып, поиск деп басамыз. Өстіп тауарларды іздейміз. Қараңыздар, енді неше түрлі тауарлар келіп шығады. Қазір осы жерден таңдаймыз. Бұл жерде ең мән беретіні ең көп сатылымда тұрған тауарлар, яғни олар сенімді тексерілген деген сөзді. Мысалы үшін бұл жерде 40 мыңға, 4 мыңға жуық сатылған екен тауарлар. Бұл жерде бізде көрдіңіздер 49 юань дейді, 29 юань, яғни скидкамен 29 юань. Таңдай бересіз, мысалы. Енді қазір ең арзан іздеп көрейік. Бұл жерде енді ең арзан болғанда, ең арзан қатты қызықпау керек ең арзанына. Өйткені бұл жерде де сол рейтингтер бар. Сол рейтингтеріне қарап таңдайсыздар. Қазір көрсетейін, астына қарап түсейік. 52 юань дейді. Так, 29 юань дейді. Одан да арзандары бар шығарқанын көрейік. Так, мына жерде 28 юань дейді. Так, 28 астында 38 юань деп тұр. 28 юаньда жоқ, болмайды. Артқа көрейік басқасын. 25 юань деп тұр, жерде. 25-ке көрейік қаны. 25-тен 40 алды дейді. Так, арзан екен. Бірақ бұл жерде сатылмаз. Көрдіңіз, 6 адам сатылған. Яғни 6 тауар ғана сатылған. Так, көрейік, тағы басқасын көрейік. Қысқасы бұл жерде таңдайтын кезде максимально көп сатылған тауарларды алған дұрыс та. Сондай тауарларды бағасы сондай арзандау, сондайын табу керек бұл жерде. Сонда сенімді болады. Яғни қанша көп адам алған болса, яғни сонша тексерілген деген сөзі. Мысалы, 1000 адам алған болса, ол нормально да уже. 1000 адам барлығы тексерген деген сөзді, тексеріп, көз жетіп, сосын барып сатып алғанда, комментарийлерін қараған, тексергенде. Мысалы, жерде 21 юань дейді. Қазір көрейік тағы. Қысқасы бұл жерде ешқайсысы маған ұнаған жоқ. Жоғарыда жаңа мен көргенім. Сол жоғары қарай көтерілеміз. Қазір сол жоғарыда 29 юаньға ма көргенім, бірақ сол 29 юаньдағы көргенім анда көп сатылымы көп, яғни сатылымы көп адам сатып алған содан. Қазір соны басып көрейік. Қазір қай жерде жоғарыда. Так, қазір 38 деп тұр ғой. Қазір осын басып көрейік. Қазір көрейік. Мен басамыз. Міне 28 юань екен. Осы 28 юань дегенді сатып алатын боламыз қазір. 28 юань көрдіңіздер ме? Яғни 58 юань деп тұр, сол скидкамен 28 юань. Жоғарыда адрес деп тұр, осы адреске мен тауарым келетін болады, Қытайдағы адрес. Бұл жерде төлем түрі. Қандай төлеммен төлейсіз, яғни карточкамен ба, яғни Alipayмен бе? Мен қазір Alipay деп белгілеймін. Alipay деп белгіледік. Енді астына түсіп қызылды басамыз. Жалпы төлем 28 юань, 4-те 15 доллар. Астында доллармен көрсетіп тұр, көрдіңіздер ғой да. Так, қызылды басамыз. Alipay автомат түрде ашылады. Менде қазір карточка белгіленіп тұр, көрдіңіздер ме? 28-84 юань дейді. Осы жерден карточкаларыңызды не қылсаңыздар болады, белгілесеңіздер болады. Менде қазір Alipay'де 23 юань бар, жетпейді, сондықтан бұл жерде автомат түрде карточка белгіленіп тұр. Бұл жерден досым арқылы төлесеңіз де болады. Көрдіңіздер, досым арқылы.
поиск бар ғой жоқ астында тұрған. Сол поискқа мына астында WeChat тұр, мына жерде QR тұр, мына Alipay. Осы жерге мысалы поискқа нөмір жазасыз. Яғни кімнің Alipay арқылы төлейін деп жатса, соның Alipay нөмірін жазасыз. Мен қазір өзімдікін жазып көрейін. Сонда мен бұл жерде өзімнің Alipay аккаунтым аты жөнім шығады қазір. Қазір нөмір жазамыз. Нөмір жазған кезде плюс емес, осылай жазамыз, 7 минус 77 ары қарай қандай оператор соның коды жазылады. Так, міне көрдіңіздер, Мырзабай айтады, менің Alipay аккаунтым шықты. Солай бассаңыздар, ары қарай уже Alipay төлейтін адамға сигнал барады. Яғни сол кісіге уведомление барады, төлеп бер деген. Ол бір-екі кнопканы баса қояды, болсымен төлем жасалады. Қазір мен картамен төлейін деп тұрмын. Картаны бастым. Каспи карта. Қазір ойланып жатыр. Қазір ойланып. Ашылды. Міне енді осы жерге картаның нөмірін жазасыз. Картаның общем данныйларын жазасыздар ғой. Мен қазір картаның данныйларын бәрін жазып қояйын. Қазір ағылшынша тұра берсін. Қазір енді жаңағы картаның данныйларын жазамыз бұл жерге. Кез келген Халық банк, Каспи банк, Центр кредит, кез келген банктың істеп тұрған данныйларын жазып. Мен жазып қойдым, міне көрдіңіздер. Сосын ары қарай тексеріп аламын саған береді. Мына жерде озер деп тұру керек ең астында. Яғни жалпы деген сөз ғой. Соны белгілеп деп басамыз. Міне осы жерде сақталып тұрады бәрі. Так, тексереміз. Жалпы сумма $4.28 төленетін. Егер карточканы сақтап қоямын десеңіздер, мына жерде Save this card деп тұр, соны бассаңыз, галочка қойсаңыз, карта сақталады. Болды, енді төлем жасаймыз. Save the card, pay now деген. Осыны басамыз. Ойланып жатыр. Так, бұл не болды? Так, менде, короче, Каспи карточкам бұрында тіркелген Alipay, яғни бұрында ашылған Alipay, блокқа кеткен Alipay'ге тіркелген еді. Соған байланысты қазір менде төлем жүрмей қалды. Қазір енді басқа картамен төлейміз қазір енді. Қазір мен өзім әйелім картасын қолданайын. Әйелім картасының данныйларын жазамыз. Яғни жаңағыда солай шығып қалса сіздерде, онда басқа картаны қолдансаңыздар болады. Басқа картамен төлем жасайсыздар. Жаңағыда егер төленбей қалса. Save деп басамыз. Так, тексереміз. Так. Мен басты қазір төлену керек. Так, бұл жерде лимит дейді. Менде, короче, әйелімде жаңа несінде лимит қосылмаған еді. Яғни Каспи Голдта лимит болды. Интернет арқылы төлеу деген. Сол егер лимит төленбеген болса, ашылмаған болса, закрытие не болсам аз болған болса, яғни сомадан аз лимит қосылған болса, онда оны көбейту керек. Не болсам, өшік тұрған болса, оны интернет арқылы төлеуді қосу керек қысқасы. Қазір менде ол өшік тұр, соны қазір қосамын. Так, міне енді қазір қостық лимитті. Енді қайтадан төлейміз деп басамыз. Так, қазір мына жерде басқа картаны таңдаймыз. Жаңа бұл 70-90-39 дегенмен төлем жасалынбады. Мен өзімнің картаммен, қазір әйелім картасын қайтадан жазамыз. Добавить дейміз, мына жерге картаның нөмірін жазамыз. Сол кез келген картаның нөмірін жазасыздар. Яғни ішінде ақшасы болу керек екен, және жаңағы интернетте лимит қосылған болу керек екен. Міне қазір өтіп жатыр. Міне данныйларын жазамыз қазір. Данныйларын жаздық.
Pay now деп басамыз. Қазір мына жерге карточканың ең артындағы нөмір жазамыз. Мына астындағы save the card pay now деп басамыз. Ойланып жатыр. Вот, міне кетті. Төленді. Вот, міне төленді жүр. Егер төленсе, сіздерде осындай галочка шығады жоғарыда, көрдіңіздер ғой? Птичка тұр. Болды, төленді. Қазір енді сіздерге көрсетейін. Міне астында көрдіңіздер ғой да? Төлемде тұратын, төленген не деп тұр. Көрдіңіздер, мына жерде жүнінде төленді деп тұр мына жерде. Қазір осы тауардың үстінен басамыз. Тауардың үстінен басқан кезде тауар жайында, яғни төленген транзакция жайында данныйлар тұрады, яғни мәліметтер тұрады. Қазір басайық. Міне көрдіңіздер, данныйлар тұр. Артқа қайтамыз. Міне ұзын нелер тұр, көрдіңіздер, нөмірлер. Бұл деген сөз осы накладной деген нөмір заказы деймін. Заказ берген кезде соның нөмірі сформировать еткен нөмірі осы. Міне көрдіңіздер. Міне жалпы 28 юань төленді барлығы. Болды, осылай төлем жасайсыздар. Болды, енді ары қарай енді поставщикке заказ түсті, олар қабылдап неге курьерге менің адресіме салып беру керек. Міне қазір уже маған уведомление келді, бір 2 сағаттан кейін. Уже менің тауарымды неге складқа қарай уже салып берген, яғни машинаға тиеп, уже машина жолда келе жатыр, яғни Қытайдағы складқа жеткізу үшін. Міне көрдіңіздер, бізде осылай көрініп тұрады. Мына жоғарыда тұрған ұзын нөмір бар ғой, ол трек нөмір. Сол трек нөмірді копировать етіп, өздеріңіздің сайт, яғни поставщиктеріңіздің сайттарына тіркеп, сол жерден бақылап отырсаңыз болады. Складқа келген, келмеген. Қазір менде складқа әлі келген жоқ, жолда келе жатыр деген сөз. Көрдіңіздер, трек нөмірді жоғарыда, ең жоғарыда тұрған. Соны копировать етіп, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Соны сол жаңағы сайт арқылы тексеріп отыратын боласыздар. Сол жерде келген, келмеген, яғни складқа келген, келмеген. Сол достар, осылай тапсырыс берсеңіздер болады Taobao-дан. Сау болыңыздар. Егер сұрақтар туындап жатса, нөмірді қалдырып қоямын астына. Сол жерге хабарлассаңыздар болады.